Dostlar, ben қалаға келдім. Вот, маманы қазір роддомнан шығарамыз. Короче, қош келдің, Ясмина деп тұр. Короче, таңғы 5:30-да мама туды. Граммы 4770 па? Қалай түсініксіз ғой? 28 сантиметр. 24.06 2026. Вот, Ясминаны күтіп аламыз. Сосын осындай шариктер. Осыны жаңа үрлеттік. Я осайын істеттік. Үйге келдік. Мынау кеше ғана кетіп қалған. Я, мынандай шариктер жалдадық. Мынау ләжір. Мынау тәте болды. Негізі үйдің кенжесі осы еді. Енді бұл үйдің кенжесі емес болып қалды. Түрін қараңыздар. Үйіміздің берекесі болып келген қызым Ясмин ұлым, бүгінгі өмірге келген күніңмен шын жүректен сені құттықтаймыз. Біз сені әке екеуміз өте асыға күттік. Аналық тілегім жүрегімде. Ясминаны алып келдік осылайынан. Вот маяқта бала шағам. Үлкендер ана не жаққа үлкен үйге кетті. Вот қонақтар ана үлкен үйде, сіздерге түрін көрсетуге болмайды. Вот сяным. Кішкентай періште келді үйімізге. Вот күтіп алдық. Достар, вот қонақтар жаймендеп қайтып кеттім. И столдың үстін бүкілін жинап сөйтіп қойдық. Үлкен үйге қазір ата, әже, мен, Ерке бәріміз жатамыз да. И мама, папа, и Ясмина, сол Ердәулет, Моникош сояққа жатады, либо біздің қасымызға жатады. Білмейміз, короче, көреміз. Вот мен подругаммен бірге, подругам үйіне барады, ана тип тұрған жер, сол жерге барып Мунираға соғам. Вот Моникошты алып кеттім. Екі Мунира бір-бірімен кездеседі десе. Вот. Осылайынан поликлиника. Осылайынан бара жатырмыз. Ля, Мони, привет те. Моникош. Привет деш. Привет деуге де ерініп отыр ғой. Ешкіммен амандықса емейді бұны. Достар, вот мен алдында қайттан ауылға келдім. Кешесі келіп почти алдында келдім. И маман жұмысқа баратырмын, әжемнің жұмысына осылайынан арт жақпен баратырмын. Короче, ремонт болып жатыр екен, больницада жұмыс істейді. Вот, короче, маманың қасына баратырмын. Сосын қазір шамалдан кейін үйге продукт алуға барамыз, Құдай қаласа. Үйге продукт аламыз и сезім келе ма, келмей ме білмеймін.
қаладан ауылға келеді, короче. Вот мен ауылдамын, осылайынан кағысы артықпен барам қазір. Сол, мынақпен бүйтіп бұрға салайын, бір ауыздан. Түзеп жүрмей ақ, осылайынан жүріп кету керек. Осылай, үлкен жер. Біз продукт алуға келдік, осылайынан. Қазір толтырып шығамыз, осы шелекті қазір. Сотына шайын деп отыр. Біз суни паста аламыз, сыр аламыз, панир, колбаса, анамны аламыз, короче. Достар, короче, осылай мен жұмыртқаны осылай алдым. Нақта міне продукты. Енді мамалар ұн алуға кіріп кетті. Осылай тұрмыз, осылай машинада отырмыз, осылай. Бумага, чипсыдан 3 алдық, чипсы и 2 керешки алдық. И вот вафли, пиала, нан, анамны алдық, короче. Біз заттарын бүкіл шкафқа салдық, осылайынан. Біз, короче, осындай. Алма алдық, вафли, керешкидан 2 алдық, банан алдық, вроде 4 алдық, одан 4 нандайлар алдық. Сосын менің любимый печеньем, негізі тағы да мен бұның орнына бір өзімнің бір дозопшынайым бар. Соны алам деген ол бітіп қапты. Вообще жоқ, это үлкен магазин, бірақ жоқ. И оның орнына осындай печенье алдым, и как обычно алма печенье. И осындай мен любимый құрттарым. Осындай құрттарым. И біз перец алдық, сосын біз дрожь алдық. Осылайынан болды, вроде. Осындай алдық. 2 керешки яғни жана біреуін тастадым, мені жеп қойдым. Сосын жана мен 4 керешки алдым осы жерде. Салатын жер жақ болмағаннан кейін осы жерге салып қойдым. Ащы чипсы еді, сосын нан алдық. Мына жақта сосын. Короче, фонтан алдық, колбаса алдық. Тағы да бір колбаса бар. Вот мынандай колбаса алдық. Мына пиццаны өзім жасадым. Күні кеше сосын суығаннан кейін холодильникке салып қойғам. Ертең жейін деп. Колбасадан мұсылманский мә колбасаны ұзақ күттік қой, кәдімгідей. Ұзақ күттік дегенде қайсысын аламыз деп, короче, таң қалдық қой. Кейбіреу ұнамады деп, короче, туысқандарымыз айтып жатыр. Сол фонтан жаңағы айтқандай, и осындай мумуня деген сүт алдық, 3-те 2. Сосын помидор алдық, огурцы алдық, и капуста алдық. Нау, вроде, сосын жұмыртқа алдық, вот осылайынан толып тұр. Вот, сосын майонез алдық, кетчуп алдық. Сосын қызыл бұрыш алдық, вроде. Кішкентайын алдық, үлкенін алмадық. Сосын жаңа қара бұрыштың біреуін осы ыдысына салып қойдық. Сосын не бар? Алдық негізі. Маяқтарда болу керек. Осындай закроманың майын алдық. Негізі кішкентайын алып жүрген біз. Осыны ала салдық. И окорочка алдық. Маяқта окорочка. Мынада окорочка екен. 3 окорочка. Атарының суы. Сосын мынандайдан біреу алдық. Фарштан біреу алдық. Өткен үйде қарасам біреу бар екен. Неге алмадым десем, үйде бар екен қасайтсам. Осылайынан. Сосын біз май қайда? Май алдық. И сосын өте дәу. Вот, қазір көрсетем. Осындай үлкен қаппен осындай ұн сатып алдық. Ұн бітіп қалған үйде. Үйто алдында сезімдер бар кезінде біз кішкентай ғана ұн қалған, сол кішкентай ұнға үйто ұнды қаяқтан алдық десеңіздер. Короче, мама салып қойған. Ол бауырсақ па, нан ба бір нәрсе илейін деп. Короче, мынаның ішінде ұн бар, ішінде дрожь бар. Сөйтіп мама айтты, мама ұн жоқ, не істейін дедім. Негізі ананы ала берсем бола ма деп дедім. Ала бер. Сосын анау неде залдағы жақта ұн бар, содан кішкентай алса өткен дрожь бар ғой, сол шеттен алды да панкейк жасадық. Күшті енді ертең осылайынан білмеймін, пирог жасайын ба или панкейки жасайын ба. Негізі үйде пицца жасап қойғам кеше. Алдында біз білет деген кезінде біз жасап қойғанбыз да. Кішкентай қамыр қалған, өткен мен қамыр көп болды и 3-ке бөлдік. Немесе 2-ке бөлеміз деп тұрғанбыз. 3-ке бөліп қойдық. И оның үшіншісінде кішкентай болғаннан кейін кішкентай қамырды салып қоя салайық, келесі пісіреміз, жасаймыз дедік та. Негізі алдында істейміз деп тұрған кезде сыр, колбаса дымылмағаннан кейін жасамадық та. И күні кеше жасадық. Осылайынан. Қазір білмейміз енді, мама мен ата, короче, айтып жатқан енді балық қуырамыз ба, анау деп жатқан, білмеймін енді көреміз. Сосын сарағаш алдық біз деген кеше. Осылайынан томат аламыз деп жатқан, или томат алды ма, мен көрмедім или. Бірақ томат менің ойымша толып тұрған қараңыздар. Мына жерде тұр ғой, почти. Мына жерден ба. Осылайынан үйде ешкім жоқ, бір өзім ғана. Ұйқыны ұрдым, короче, от душейнан. Шашым бүкіл алба-жұлба болып кеткен. Мен білмеймін, сіздер. Қараңыздар, кеше өргеннен әлі шешпегем.
Короче, сол телевизор қосып, YouTube қосайын ба деп ойлап тұрмын, бірақ білмей тұрмын, не көрсем болады деп ше. Телефоным зарядкасы аз, соны зарядкаға қою керек, осы видео монтаждау керек. Короче, сол. Вот. Короче, достар, мен алдына ауылға баратын кезде аяқ астынан негізі мен кәдімгі киіп жүрген киімді үстіне алып кете салғанмын да. И солай зат алып ұмытып кеткенмін, осы затымды, короче, полкада тұрғанда и соны бүйтіп алып кете салғанмын. Енді бұның ішінде не бар екенін көрсетейін. Мен бұның ішінде мен кірпігім бар. Сосын тағы не бар? Мен румянам бар, солар бар деп ойлап ала салған. Вообще негізі олар мен ойымда жоқ болған. Сөйтіп қараса, вообще ішінде румянам да, ештеңем де жоқ, кірпігім де қалып қойған. Өйткені, короче, маманы роддомға шығаратын кезінде алдыңғы видеода айтпай-ақ қояйын. Осы видеоға почти. Короче, осы видеода барлық жағын қарасаңыздар, сол кезде мен кірпік жабыстырайын деп шығара салғанмын ғой. Румяны жаққам, бірақ жақпадым ба, жақтым, жақтым. Сөйтіп кірпік жабыстырмағанмын да, сөйтіп әшейін полкада қоя салғанмын. Сөйтіп қалып қойғанда енді не бар? Короче, былықтырып салғанбыз, аясынан бояна салғанбыз ғой екеуміз. Сөйтіп ішінде мен вообще салмаған, білмеймін, кім салған. Осындай SPF 90% ба, сондай, короче, білмеймін мынанша. Бірақ бұны мен жақпаймын, мама жағады. Бірақ мен бірінші рет бұны маманың роддомнан шығаратын кезде бірақ қолданып тұрмын ғой, прикинь. Негізі бағасында мен қолданған, бірақ маған қатты ұнай бермеген. Короче, сөйтіп нормально. Сосын менің камерамның андай неме TPS, короче, флешкасы ғой. Бұны мен Пиндоштан заказ еткенмін. Өте күшті камерасы барлар заказ етсеңіздер болады. Топовый. Бүйтіп фото түсіріп алсаңыздар болады. И вот менің осындай камерам, кәдімгі обычный камерам осылайынан. Бұны мен қыдыратын кезде ұстаймын сөйтіп. И то өзінің флешкасы бар еді ғой, одан вообще видеоларды да көремайсың, түсірген видеоларды да шығарамайсың. И бұдан флешкасы инвалид қой, короче, шықпайды. И анау Type-C болғаннан кейін ол кимейді да, Type-C қып жүреді. И кисточка жағына қараңыздар, румяна жаққанмын ғой. Соңғы рет роддомнан маманы шығаратын кезде қолданғанмын. Ол нейді аяқ жақтан қараңыздар. Осылайынан кескілеп, бірақ оның дымы жоқ. Прикинь. Ол қаяғынан жағамын, әшейін қалдығын жағамын былайынан. Сосын андай менің тепчкаларым салынатын андай ыдысы. Бұның үшін анақта бір браслетім бар, қолға тағатын. И бұл менің Пиндоштан берген А деген әріптегі неме тепчкам. Андай жүрегін аяқта, асын аяқта. Бұл, короче, шимайлам қалған ертең қала барған кезде папаға шығартып аламын. И бұл менің зарядкам. Яғни бұл осы камераның зарядкасы. Себебі ол оригинал зарядкілерге негізі зарядталмайды. Өзінің зарядкісімен ғана зарядталынады. Бірақ бұл наның зарядкісі емес, бұл менің петличкамның зарядкісі. Мен аяқта шыққан кезде осы алып тастағанмын. Короче, вот, и міне ішінде түк жоқ. Вот осылайынан алып кете салғанмын. Дым қызыл жоқ мынада. Қарасаңыздар, дым жоқ қой. Аяқсынан шықпағаннан кейін аңғараңыздар. Аңғараңыздар. Мына екеуі мейлі жарайды, осыған қанағат на всякий случай. Ал мынау неғып жүр? Мынау мейлі керек емес, бірақ мынау ше уақытша ғана, қалай кеткен кезде жөндетіп аламын. Сол кезде нормально. Мынау нормально. Бірақ мынау кисточка неғып жүр, айтыңыздар. Дым жоқ бұның жағатына. Мынау мен жағам ба? Мынау мен. И то мынаның өзінің жағаты қатты кәдімгі. Бетіңді қатты сипалап тұр жағасын, аттак. Жағылмайды. Короче, сол осылайынан. Бітті, басқа дым жоқ.